Сәлем қыздар, бүгін раскладымызда жаңа жылға байланысты ашатын боламыз. Жаңа жылда сіздің жігітіңіз сізді құттықтай ма, кездесуге шақыра ма, жаңа жылды кіммен өткізесіз, яғни қандай состояниеде боласыз, қандай энергетикада боласыз жаңа жыл күні, соны көретін болайық. Жаңа жыл дәл 31 күні деп айтпай қояйық енді. Жалпы жаңа жылға таяу десек те болады. Жалпы жаңа жылды қалай қарсы аласыздар? Жұбыңыз жұбыңызбен кездесу болады ма? Сыйлық жасайды ма сізге? Соны көрейік. Бірінші, сізбен жігітіңізді алайық, қызбен жігітті. Қыз шақты бұл жерде. Енді жігіт. Бірінші сіздің энергетикаңыз көрейік. Сіз бұл жерде өте керемет әйелсіз, страстная, сексуальная, өте керемет, өз-өзіңізге ухаживание жасайтын, сұлу десем де болады, ақылды десем де болады, жәндегі ақылы көркіне сай десем де болады, өте керемет десем де болады. Және сізде данный моментте жүрегіңіз жаралы десем де болады. Өйткені жүрегіңіздің жаралылық себебі сізде көп армандарыңыз бар, көп мақсаттарыңыз бар, көп тілектеріңіз бар. Солар орындала ма екен, орындалмай ма екен деген қорқынышта тұрсыз қазір. Және сіздің жүрегіңіздің жаралы болған себебі тағы бір бұл сіздің жұбыңызбен қасыңыз, қазір сіздің жұбыңыз қасыңызда емес, яғни жаныңызда емес, алыстасыздар бір-бірлеріңізден. Сол себепті сіздің қазір көңіл күйіңіз жалпы сәл болсын түсіңкі, жүрегіңіз жаралы, сіз оны сағынасыз, сіз оны ойлай бересіз деген сияқты. Сондай энергетикада келіп тұрсыз. Енді жігітті көрейін бұл жерде. Жігіт бұл жерде стабильны, тұрақты, материалдық жағдайы жақсы, және бұл ер адамда қазір жалпы қиындықтар бар, отбасына байланысты қиындықтар бар, немесе отбасына бұрын семьялы болған ер адам кейін ажырасқан десем де болады, немесе қазір ажырасу процесінде десем де болады, немесе қазір жұбымен ара қатынасы жақсы емес десем де болады, мүмкін сіздермен деген сияқты. Немесе өмірінде бұның тек қана семьясы құрып отыр деп айта алмаймын, бірақ бизнесте болсын, басқасында басқа болсын, құрдымға кету деген сияқты заттар бар. Мүмкін қарсылық жағдайы жақсы емес, соған жігіт қазір уайымдап жүр ме? Мүмкін сізбен қазір араласпай қойды деген сияқты, сіз мүмкін екеулеріңіз ұрысып қалдыңыздар, ренжісіп қалдыңыздар деген сияқты, соған қазір уайымдап жүр жігіт десем де болады. Егер де семейный ер адам көріп отырсаңыз, бұл жерде семейный жігіттің энергетикасы шығып тұр, семейный көріп отырған болсаңыздар, қазір бұның отбасында ұрыс деген сияқты сондай әрекеттер болуы мүмкін. Енді екеулеріңіз араларыңызды көрейік. Осы уақытқа дейін не болды? Қазір не бар? Бұл ер адам сізді өте керемет әйел ретінде көреді, өте сұлу әйел ретінде көреді, сізді бір жағынан тәкаппарлау әйел ретінде көреді. Одан кейін сіздердің араларыңызда қазір ұрыс болып жатқан болуы мүмкін. Немесе осы екіге бөліну деген мүмкін сіз өзіңіз күйеуіңіз көріп отырсыз. Бұл жерде заңды ажырасу әрекеттер болып жатқан болуы мүмкін араларыңызда. Немесе ақшаға байланысты бөлісу болып жатқан болуы мүмкін. Немесе бұл ер адамның сізден басқа әйел адаммен осы уақытқа шейін жәндегі ажырасу процесі болып жатқан болып өзінің әйелімен, егер семейный ер адам көріп отырсаңыз. Бірақтан бұл ер адам деген өзінің семьясын сақтап қалғысы келеді. Бірақ сақтап қалайын десе, бұл ер адамда ешқандай выход көріп тұрған жоқпын. Бұл өзі де выход көріп тұрған жоқ. Семьясынан ажырағысы келмейді, семьясын сақтап қалғысы келеді. Бірақтан деген бұл ер адам көбінесе бұл жерде ажырасу процесі шығып тұр, бірақ семьясын ұстап қалғысы келіп тұр ер адам. Мүмкін сізбен, мүмкін басқа қызбен деген сияқты. Бұл общий расклад, сондықтан әркімнің тағдыры әртүрлі, бәріңіздің тағдырыңыз осындай деп айта алмаймын. Мүмкін бұл жерде шыққаны 60% ұқсаған шығар, немесе ақшаға байланысты бір сот процесі болып жатыр ер адамда деген сияқты.
енді бас тақырыбымызға көрейік. Жаңа жылда жалпы күндеріңіз қалай өтеді? Кездесу болады ма? Бұл жерде жігіт жандегі өзінің басқаға шығып тұр, жандегі сізден басқа. Бұл ер адам сол әйел адамды күтеді десем де болады. Сол әйелмен жандегі ара қатынасын түзегісі келуі мүмкін, және оған ешқандай жолын таппай жатыр десем де болады. Және бірақ бұл ер адам қазір ол әйелмен татуласуға ешқандай әрекет қылып жатқан жоқ. Мүмкін сізбен деген сияқты. Жалпы жаңа жылды көрейік. Жаңа жылға қарсы өкінішке орай сіздерде жаңа жылда кездесу болады деп айта алмаймын. Бұл ер адам мүмкін бір тарап кездесуге шақыратын шығар, бірақ екінші тарап кездесуге шықпай қалуы мүмкін деген сияқты. Иә. Мүмкін осы жаңа жыл бойы жігіт хабарласпауы мүмкін. Иә, бұл адам тек қана уайымдап, бұрынғы ара қатынасты ойлап, жалпы сізді суық қарсы ала ма деп ойлап, содан кейін бұл ер адам шамалы үнсіздікке кетеді деп тұр. Мүмкін сіздер жаңа жылға таман қыздар, сіздер бірінші өздеріңіз жігіттеріңізге хабарласатын болсаңыздар, яғни жаңа жылды бірге өткізейік, қалайсың, қайдасың деген сияқты әрекеттер жасайтын болсаңыз, жігітіңіз сізге өкінішке орай нашар хабар жіберуі мүмкін, нашар жауап беруі мүмкін. Бұл жерде аяқталу, қарым-қатынастың аяқталуы шығып тұр. Білмеймін, бүгін раскладта өте нашар болып шығып тұр. Қарым-қатынасты аяқтадым деп сіздерге айтуы мүмкін, сондай хабар келуі мүмкін, да, бірақ жігіттің бұл жерде сізге деген сезімі бар. Бұл ер адам сіз болды, ара қатынасымыз бітті, сонымен все деп айтуы мүмкін, бірақ бұл ер адам одан кейін сіздің өміріңізге қайта келеді деп айтсам да болады. Сіздің өміріңізге қайта келеді, ол үшін ол ер адам асықпай шешім қабылдайды десем де болады. Именно жаңа жылда жаман нәрсе естулеріңіз мүмкін, болды, все, арамызда бәрі бітті, болды, енді хабарласпа, осымен доғарамыз деген сияқты әңгімелер болуы мүмкін, бірақ одан кейін, жаңа жылдан кейін сізге жігіт қайтадан өзінің сезімін білдіріп келуі мүмкін, немесе араларыңызда бала бар болуы мүмкін, жігіт соған келуі мүмкін, иә, бұл жерде келуі мүмкін. Бірақ жаңа жылда емес, қыздар, өкінішке орай, бірақ жаңа жылдан кейін келеді деп айтқым келеді. Жалпы бұл жігіт келмесе, жаңа жылды қалай қарсыластар, қандай көңіл-күйде қарсыластар деген сияқты көреді. Көңіл-күйлеріңіз түспесін, қыздар. Жігітсіз де өмір бар. Мүмкін
мүмкін сіздің өміріңізге бұрынғы ара қатынасыңыздағы ер адам келуі мүмкін. Бірақ бұл жерде сіз оған қарсылық білдіруіңіз мүмкін. Және бұл жерде өткен өміріңізде ер адам келуі мүмкін. Немесе өткен некеңізде болған ер адам. Өткен өміріңізде болған ер адам келуі мүмкін. Мүмкін сіздердің балаларыңыз бар болуы мүмкін. Немесе жаңа жылды құттықтауға келуі мүмкін балаларына деген сияқты. Және сіздер немесе бойдақ қыздар көріп отырған болса, отбасыңызбен өткізесіз деген сөз бұл жерде жаңа жылды. Және бұл жерде бойдақ қыздар көріп отырған болса, өміріңізде жаңа жігіт пайда болады десем болады. Жаңа қарым-қатынас, осы жаңа жылға қарсы жаңа таныстық деген сияқты. Даже ол махаббатқа да ұласуы мүмкін. Мүмкін сізге бір осы жаңа жылда таман бір ер адам сізге көңілін білдіруі мүмкін, жақсы көретінін айтуы мүмкін. Жалпы солай. Осымен раскладымды аяқтаймын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.